Зейнеткерлікке шыққан 4-5 айдың арасында Нұрханның өзгеріңкірегенін әйелі іштей сезіп жүр. Бұрынғыдай емес, күрт жуасығандай. 25 жылда әскери қызметте, одан бері уақытын милиция саласында өткізгені тап-тұйнақ жинақылыққа, бетің жүзің бар демейтін турашылдыққа дағдыландырған. Өткір көздері жалт еткенде алғаш көрген кісі де дереу бойын жинап қыпылықтайтын. Нұрханға батылы жетіп, жалған сөйлейтіндер бұл аймақта кемде-кем. Сары мотоцикліне мініп, сапқоздың бұрыш-бұрышын аралағанда мықтысымған бұзақыларың оның алдында құрдай жорғалап шығатын. Ұры қарыны бір қарағаннан айна қатесіз шырамытып, соңынан ергізіп жүре беретінді. Еңгезердей түр тұлғасына өрлігі қосылып, былайғылардың еңсесін басыңқырайтын иықтылыққа ертеден машықтанған. Сол сес пен сұстылықтың қазір қайда жоғалғаны белгісіз. Бір түрлі пәс. Қабағы салыңқы. Бұдан да сол жұмысы жақсы ет пақырдың. Түнерген түрі құрсын. Ғани қабағының астымен күйеуінің сәл қимылын қалт жібермей, кесек-кесек ет турап жатыр. Шұжық дайындауға бөлген майды қайда қойғаны есіне түспей, жан-жағына абдырай тінтті. Сенекте екен ғой, әй Нұрхан, әкеліп пеш. Түртінектеп манадан мылтығын тазалаған Нұрхан жақтырмағандай бұрылыңқырай қайдадан төмен шұқшиды. Әйелінің өтінішіне құлақ аспағандай. Қолдарын апшақтың жалаңдаған жүзіндей жәйсіз тиген суық еттің майын жалмажан табаққа тастай салды. Адыра қалғыр, алақанымды қарып жіберді ғой. Тек маған керек пе осының бәрі? Жауап бермек түгілі мойнында бұрмады Нұрхан. Ынта зейін тізесіндегі мылтықта. Шұғыл қажетіндей-ақ әрлі-берлі аудара ақ матамен әлсін-әлсін сүрткілеп әлек. Даусын зілдендіргенмен бұнысына ешкім назар аудармағасын, Ғани күйбің шаруасын жалғастырып, шектерді айналдыра бастады. Ақпанның шыңылтыр аязы терезелердің қос әйнегін қалың қыраумен өрнектеп, адуын желі сыртқы қақпаларды тарс-тұрс соғады. Айқара ашылған есіктен құшақ-құшақ бу қабаттаса көшіп кірді. Ұзақты күн бір-біріне зер салмаған Нұрхан мен Ғанидың көздері жылы ұшырай енді ғана жүздескендей, қар жабысқан жағасын сіліккен саятқа тағатсыздана жалт бұрылысты. Әке шешесінің қойған сұрақтарын елемеген саят төрге озды. Айтсаңшы, Ғанидың тамағы құрғады. Жолай соғуға үлгермедім. Бүгін хабарласқан жоқпын әлі. Телефон бар ғой, өздерің білсеңдерші. Нұрханды әрі кінәлі, әрі асықтырғандай, телефонмен екі ортаға алма-кезек жалтақтаған Ғанидың төзімі таусылайын деді. Өзім-ақ барып қайтайыншы, бүйткен білімдеріңде, жұмыстарыңда. Сенектен әлдекімнің тарсылатқан естілді. Оқыс түрегелгенде белі кілт үзіле шаншыған Ғани демін ішіне бүкті. Келінін перзентханаға әкеткелі сәл тарсылға жүрегі алып шатын әдет тауыпты. Міне, 7-ші тәулік. Сабырдың да шегі бар. Жаңалықты күте-күте тіпті бір-бірін жалықтырғандай. Таңертеңнен Нұрхан екеуінің тұнжырап, сіркелері су көтермей отырғандары да сондықтан. Күндіз түні сыбдырға алаңдай қатты шаршапты. Ғанидың тізелері дірілдей жөнелді. Ар жақтан есіктің тұтқасы қашан тартылғанша әрең шыдады. Сүйінші, нүке, сүйінші апай, жүздері жайраң қағады. Күйеу балалар да жымыңдап, қайнаталарына батыңқырамай момақансып жүр. Кереуетте теріс қарап жатып алған Нұрханның қабағы ашылғаны бүгін шығар соңғы жұмада. Жиендерін тізесіне отырғызып, айналып толғана қанша иіскеп сүйсе де мауқы басылар емес. Реншін сейткен балғындары жанынан ұзатпай-ақ ермек қылды. Желкілдей өскен жапырақтарына, жиендеріне емірене қарап, өзінің 60-тан асқанын тұңғыш рет мойындады. Аз ба көп пе адам баласының 60 жыл жасауы? Көзімді жұмып өткеніме үңілсем көп сияқты. Көзімді ашып алдымды болжасам аз сияқты. Міне, қайда жатыр гәп? Кешегі қырғын соғыста кәрі құртаң қатын қалаш, буыны бекімеген өзіндей тобанақтармен қосылып, колхозда күні-түні дамыл таппай еңбек етті. Жасын ұзартып 17-ге толмай майданға аттанды. Қанды шайқастың шет жағасында көрді. Бел шеше енді ұрысқа кіргенде жеңісте жеткен. Содан кейін отанның қиыр-шығыс шекарасында қызмет етті.
Бірақ туған жер қайда жүрсе де тартты да тұрды. Ұзақ мерзімді әскери қызметке қаларда демалысқа ауылға келген. Сол жолы қарт әкесі Ғайниді қосып жіберді. Бұлардың әулетінде үлкеннің, үй иесінің пікірі жаратқан иелерінің бұйрығындай қабылданатын. Қиын қыстау кезеңдері ағайын туғандарының басы қосылып, жарты дәнді бөле жейтін, менікі сенікі демей, дүние мүлік ортада, қанша есін жиғанша жадау болғанымен тату тәтті ортада жүргенін біледі. Азамат атанғанда да қара шаңырақтарының қалыптасқан дәстүрінен аттамады. Әке тілеуімен Ғайнимен қол ұстасып, міне 40 жылдан асты, ғұмыр кешуде. Атадан таралған берік салттың тамыры шіріген-ау. Әйтпесе, ұлыныкіне не жосық? Ешқайсымен ақылдаспай үйленгені өз алдына, жә көгілінің қалауы делік. Мына сап бастығын қалай санасына сыйғызар? О заманда бұ заман әке тұрғанда қатарластары тұңғыштарының аты түгілі затын иемденуге қымсынатын еді ғой күні кеше. Екі жастың бірін жасамай бүгінгілер неткен өзімшіл, неткен пысық. Талай жылды шалғайда өткізгенімен ата-бабаның көкейіне қонған жөн жоралғысынан, ғұрпынан жаңылған тұсы кемде кем. Жырақта жүргенімен ағайын туғаннан қол үзбеді. Зәузатының ақ сақалдының алдынан кесе көлденең өтпеді. Қария сөзін жерге тастамады. Нұрханның ойын қыздары бөлді. Қонақтардың жиналғанын ескертті. Ортадағы столдың айналасы кісілерге лық толы. Дөңгелек екі табаққа үйеме салынған еттің буы бұрқырап, қазы артаның иісі танау жарғандай. Нұрхан төрдегі орындыққа жайғасты. Бәкісін тазалап, асықпай ет турады. Ең алдымен жиендерін жарылқап, содан соң басқаларына ет мүшелерін бөле таратты. Ал, дәмнен ауыз тиіңдер, деді майланған қолдарын ақ сүлгімен сүртіп жатып. Алыстан балалар кеп қалған екен, солардың құрметіне сендерде бірге болсын деп шақырдық. Бұлар өзі көп мазаламайды, анда-санда соғады, және бүгінгідей бірігіп келмейтін. Осылай әке шешелеріңді сыйлап өтсеңдер, ендігі шақта не керек бізге? Ештеңе де керек емес. Аман жүріңдер, жасы үлкенді тыңдаңдар, ертең бәрінде қартаясыңдар. Өзі болған қыз төркінін танымастың кебін кимеңдер. Тілектер легі жалғасып, ара-тұра ән шырқалды, домбыра тартылды. Бірте-бірте Нұрханның маңдайы жіпсіді. Ас бөлмесімен екі арада жүрген Саят әке қабағындағы өзгерісті байқаған сайын қимылы ширақтанып, жүзі жадырады. Сөз кезегі үлкен жезесіне тигенде шеткі орындыққа маңғаздана асықпай жайғасқан. Немерелеріңіздің бауы берік болсын, бізде ести сала дереу асықтық осылай қарай. Мынау көрімдігіңіз. Төс қалтасынан суырып, төрге ұсына берді көк конвертті жездесі. Қажет жоқ, маған ештеңеніңде. Бер әне өздеріне. Нұрхан қолында созбады. Отырғандар бір түрлі ыңғайсызданып, бөлмені тыныштық биледі. Оған емес, әкелші маған. О несей? Ғайни зайыбының оқыстау естілген сөздерін жуып шайғанымен мұнысы шашыраңқы, күйзеліңкі шықты. Жоғарыда қалқи тұрып қалған конверттің иесін күйеу баласын аяп, жалмажан орнынан қозғалған. Белі құрғыр қайтадан сылқ еткізіп, соза берген білегінде көрсетпеді. Әлдекім конвертті алдына тастады әйтеуір. Сендер тамақ алыңдар. Демдердің ішіне бүккен қыздарына бұрылған Нұрхан ештеңеде болмағандай әңгімені мүлдем бөлек арнаға бұрды. Анау қағаздарымды жаңартып, баспаханаға бастырып беріңдерші, әбден сарғайыпты. Отырғандар қабырғаның жоғарғы тұсына мойнын созды. Рамаланған әйнектің астындағы газеттің қиындылары сарғайған, ескіріпті. Сонау 50-ші жылдары еліміздің жоғарғы советіне депутат боп ұсынылған, сайланғаны жөнінде өзінің өмірінен жазылған мақалалары ыждақаттылықпен ілінген. Атақты қоғам қайраткерлерімен түскен суреттер де бар ішінде. Тағдырының ең мазмұнды, ең мәнді шағынан хабардар еткендей анау газет бетіндегі көмескі тартқан жазулар. Сонда қалайша, деп қалды кіші күйеуі, кітап қылып па әлде? Жоқ, мына газеттің дәл өзінде етіп жаңартсаңдар жеткілікті. Жә, ретіне қарай көрерсіңдер оны. Неғып үндемейсіңдер? Астан неге алмайсыңдар? Ән айтыңдар. Дүниеде не жаңалық болып жатыр осы? Әлгі әзірдегі жайсыздықты Нұрханның өзі сейілтіп, отырғандар қайтадан көңілдене бастады. Тек қана үлкен күйеудің өңі түнеріңкі. Қайынатасының қолын қаққаны намысына тигендей міз бақпастан отыр.
жөндеп ас ташпеді. Шайдың соғын ала кетейікке басты. Көліктің рөліндегі сол болатын. Істің насырға шаппауын тілеген қыздар тілдерін тістеп үнсіз келісті. Әуелде қонуға ұйғарған. Түннің бір уағында моторды қыздыруға әжептәуір уақыт кетті. Кішкентайларын орап қымтап, шешелері берген түйіншектерін күйеулеріне ұстатқан екі қыз сүлейсоқ аттады табалдырықтан. Машинаға беттеген күйеу баласын Ғайни оңаша шақырып, Нұрханды ақтай сөйледі. Айналайын, бұл арада саған қатысы дәнеңе жоқ. Ошалдың ашуы әлі басылмай жүргені. Қалай түсіндірейін, әлгі баланың есімін өзі қойған. Сөйтсе, келін мен ұл басқаша жаздырыпты куәлікке. Қырсық содан басталған. Керек десең, немересіне әлі үңіліп қарағанда емес. Қайта сендер келгесін жібігені, әйтпесе мүлдем қырын кеткен. Білесіңдер ғой қырсықтығын. Ғайнидың бетінен сүйіп құшақтай қоштасқан қыздары, күйеу балалары басқаларының қолынан қысып мұңая кете берді. Төсекке шалқасынан түсіп, төбеге тесілген Нұрханның аяқ жағына жантайған әйелі біразға шейін үнсіз жатты. Әй, деді біраздан соң өктемімен. Осы сенің не ойлағаның бар? Қартайғаныңды неге мойындамайсың? Неге тіліңді тыймайсың? Балалардың көңіліне неге қарамайсың? Әкіреңдеуіңді доғарт. Милициялығыңды көрсетпе бұдан бұлай. Жөн жосықты сақта, орныңды біл. Ой, сорлау сол, тыныш жат. Нұрхан іргеге аунап түсті. Мені бәрібір жұмсарта алмайсың, әуреленбе. Жібейт деп миыңа кірмесін. Қолыма да ұстамаймын, кеудеме де қыспаймын. Әкесі екенін сездірді ғой, өбектесін өздері. Маған енді ештеңеңде қажет шамалы. Тек құлағыма тыныштық беріңдер. Балалардың көңілі, қарай көр. Менің көңілімше, менің көңіліме неге қарамайды олар? Ой, сорлау, үлкенге де кішіге де иіліп бүгілген сорлы. Бала емес, пәле туғандай болдым ғой. Көз жасына болыққан Баян тұншыға қыстықты. Бәріне кінәлі сен, папамның тілегін жеткізбедің, қайдан білейін? Саят, Самат деп ойлағанмын әуелде. Жартайдан асты, бізді көрсе теріс бұрылады. Басқасын санамағанда келімді кетімді кісілерден ұят. Енді не істейік? Саяттың өңінен шарасыздық аңғарылды. Екі оттың ортасында жан ұшырғандай соңғы кезде. Үйдегілердің қас қабағының құлына айналса да, мұнысын елі бескерер ешқайсысы жоқ. Әкесі тас түйін, келіншегі берекесіз әңгімемен күндіз түні миын жейді. Шешесі бүк түсіп жатып алатын шығарыпты. Апалары да ренжіп кетті. Шынында бәріне кінәлі өзі. Барда куәлікті қайтадан жаздырды. Басқа еш амалым жоқ, деді Баян. Жаңағыда емес, үні ширақ. Құндақтаулы сәбиі қыңқылдап жылай бергесін омырауын тосты. Борс-борс емген нәресте көзін тарс жұмып рахаттанып жатыр. Бір сенің төңірегіңде қанша шу, ал бұдан өзің қабарсызсың, әй ботақанай. Жарық дүниеге көзіңді ашып үлгермей, апшымызды қуырдың. Өсе келе қайтесің, ә? Мына босағадан аттағалы, ата-ене тарапынан ененің жасуындай қағажу көрмеп едім. Қыздарындай аялап, мәпелегенде тектен текке қарашы. Күнәға белшемізден батқанымызды. Әсіресе мамамызды қатты жүдеттік ау балапан. Ішінен тынып әрең жүр. Бейне бір өзі кінәлі даяқ, бәрімізге құрақ ұшқанымен, иығындағы жүгін жеңілдетер қауқар бізде болмай тұрау. Әй ботахан, ботахан. Жалғыз ұлдың келіншегі болудың қиындығын кім сезіпті? Бұған мәнде бермеппін ғой. Сөйтсе ұқпайтын жәйттері әлі де шаш етектен екен. Иемденіп нем бар еді сен жаманды? Саяттың жуастығай. Тым құрыса айтпай ма, папамның Сәкен деп атағанын? Көзіне құбыжықта елестейтін шығармын папамның. Келгеннен бері сені бауырына басып, бірдей иіскемеді ғой балапан. Сірә енді жумаста, мінезінің қаттылығын елдің аңыз қылуына қарағанда. Баян өз ойынан өзі шошыды. Бейкүнә мынау дәрменсіз бейбақты атасының жек көруі мүмкін-ау деген күдіктен зәресі ұшты. 20-ға толған Саятты да сырт көзден қысылмай аймалайтыны, кішкентай баладай айналып толғанатыны кездесетін. Сондайда Баян күліп жіберуге шақ қалатын. Еңгезердей жігітті әкесінің еркелетуі тым-тым қызық көрінетін. Соған қарап атасының жұрт аңыз қылатын қисықтығын, қыңырлығын, бір беткейлігін көре алмай талай таң қалған. Бірақ маңайындағыларды тілсіз бағындырарлықтай
қасиетін түйген зердесіне, алдынан аттап басуға, тіпті даусын қаттырақ шығаруға да батылы жетпейтін. Осының бәрінде әдемі үйлесім, іштей ұғынысып, сырласу қылаң беретін. Сөйткен жарасымдылық ұсақ түйектің кесірінен астан кестең. Жергілікті селолық советке Саятты әлденеше рет жібергенімен түкте мандытпады. Біресе ешкім жоқ, біресе кейін кел деді, біресе ауданға кетіпті деген тәрізді сылтаумен оралады үйге. Әлде соқпай ма, барғаны өтірік пе, Баян кейінгі кезде секемдене бастады. «Жә, қойшенді», деп тиіп тастаған келіншегінің кезекті сұрағын аяқтатпай. «Қағазға жазылды, бітті, түзетудің де қажет жоқ, басымды қатырма». Қосылғалы жарынан мұндай тұрпайлықты аңғармаған. Басымды қатырма дегені маңдайынан таспен соққандай әсер етті. Ал кеп жыласын оңашада. Онсыз да қамыққан көңілі одан әрмен босап, ұзақ солқылдады. Ұрысу табиғатына жат, тіпті әлдекімнің жәбірлегеніне жауап беруге қымсынатын. Саяттан дөрекі сөз естігені санасына сыйсайшы. Сүйкімді сәбиі де алдандырып, ренішін тарқатпады. Немересін күн аралатып, тұзды суға шомылдыруға, болбыраған денесін қойдың майымен сылап сипауға әбден көндіккен енесінің іс-әрекетін самарқау бақылап, өз үйінің тірлігіне өзі жатырғай береді. Бөтен кісідей оқшауланып, бөлмесінен шықпайды. Атасы да баз баяғыдай томаға тұйық. Саят жұмысқа ерте кетіп, кеш қайтады. Ештеңмен шаруасы жоқ. Қыстың ызғары да соғалпы. Жуыр маңда бетінің әрі қайтар шырайы аңғарылмайды. Орталық жылу жүйесіне қосылған 4 бөлмелі үйдің іші қоңыр салқын. Кішкентайға салқын тимесін деп электр пешін қосқан. Өткендегі ойын жүзеге тезірек асыруға тырысқан Баян куәлікті өзі ауыстырып алуға ұйғарды. Күннің ашық райын пайдаланып далаға шыққан. Бұлардың сапқозы етек жеңі кең алқапқа орналасқан. Көшелері ұзын, екінші шетіне жетіп болмайсың. Көптен жаяу жүрмеген әрі күртік қарға түсе беріп, әбден титықтады. Бірен саран қарсы ұшырасқандар бас изесіп өтті. Көбін танымайды бұл жердің, әлі жұмысқа да орналаспаған. Бұйымтайыңызды айтыңыз. Мынаны өзгертіп берсеңіз. Баян куәлікті столдың үстіне тастай салды. Шашын ақ селеу шалған байсалды әйелдің инабатты жүзі аптыққан ішкі толқынсын басқандай еркін сөйледі. Өзгертіп бермесеңіз жағдай қиын, өте қиын, түсінесіз бе? Біз қателесіп... Түсінбеймін. Не сонша? Бәрібір емес пе? Жоқ, бәрібір емес. Көмектесіңізші, апатай. Кешіктіңдер. Тіркеліп кеткелі қай заман куәліктің? Үкіметтің мөрімен қағазы ойыншық емес қой. Сіз атамды танисыз ба? Ол кісіге ұнамайды бұл есім. Ол кісінің көңілін қалдыруға қақымыз жоқ. Көмектесіңізші, Құдай үшін. Неге ұнамайды? Самат, қандай жақсы. Бүгін қабылдамаса, ертең ұнатар. Ренжіме қызым, қолымнан келмейді. Ту, неге сонша қапаланасың? Кейін сәкенде туылар дүниеге, жас емессің бе? Ал мынаны омаждамай, жөндеп ұстаңдар. Баласының куәлігін ақ қағазға орап төсіне тықты. Манағыдай емес, жел ұрып, сырма бораңдатып тұр. Ақшақар аппақ әлемнің үстінде мыңдаған жылан ирелеңдейді.Ысылдаған демдеріне шейін саңлауын тесе үркітеді. Пальтосының етегін артқа ысыра нақ алдынан соққан суық жел дес берер емес. Қойны қонышынан сомаңдай кіріп, өн бойын діріл билей жөнелді. Түбіт шәлісін маңдайына түсіріңкірей орап, жағасын қымтады. Бұл не деген ұзақ жол. Үйі көз ұшында әрең бұлдырап, жақын арада жеткізер емес. Туған ауылындағыдай жан-жағында қалың жынысы жоқ, жалаң төскейде орын тепкен жаңа мекен жайының ыстық суығына әлі көндіге қоймағаннан ба, азнаған жел соншалықты мейірімсіз көрінді. Төңірегі де қатыгезденіп, жер көкті аласапыран жайлап барады. Әттеген-ай, деді іштей өзі өкініп. Мұншалықты күрделегенін кім біліпті? Оп-оңай шешілетін жайттың әуре сарсаңға салғанын. Жаңалықты 9 ай тосқанда ұл туып өзінің тіршіліктің әміршісіндей сезінгенде, болымсыз нәрседен осынша қиналармын деп бесірә. Мойындағаны дұрыс. Атасы оқыс мінез танытпаса, анау сәбиіне басқа да еншілік етер жандар бар екенін әлі де ұқпауы не ғайбыл. Тек қана өне бойынан қақар төгілген анау атасының алдындағы айыбын өтеуге құлшынғаны анық.
Атаның айбатында өзіне жүктелер көп деген талап тілектің жасырынғанын түйсінген сайын Саятқа ызаланды. Жуастықтың да шегі бар емес пе? Құрсын мұндай момындығы. Дүниеде бала тапқан жалғыз соның әйеліндей-ақ ыржаңдаған түр жаман ет со жолы. Сенің айтқаның заң деп қипақтағаны құрсын. Қуаныштан не айтып не қойғанын есептемеді ме екен әлде? Өзінің де таңғажайып ерлік жасағандай күйге бөленгені рас еді ғой. Сол әсердің күшімен алды артын бағдарламапты. Баянның кеудесі сыздады. Шамадан тыс кешіккенін болжап, адымын тездетті. Тағы да оппылай малтығып, пимасының қонышын толтыра ерген қардан балтыры аяғы жіпсіп, денесі тітіркенді. Тұла бойы мұздап, қашан үйге жеткенше асыққанымен қыс бойы аттап баспағаннан ба жүрісі өнбей қойды. Белі төмен тартып, удай ашығасын сәл тыныстаған. Сырма боран үстемелей үрлеп, кеңістік атаулыны әлде қайда көшіріп жіберетіндей тым ашулы, тым адуынды. Төбе-төбе қар үйінділері әр тұста қалқиып, анадайдан көзге шалынады. Сырғанақ тепкен балалардың боранды да, аязы да елейтін шамалары жоқ. Шаналарын әрлі-берлі сүйреп, жоғардан төменге зыр-зыр. Қардың үстінде құстай самғайды қай-қайсысы да. Соларға назар аударған Баянның қалтырағаны басылайын деді. Ұзақ аялдадың ғой. Енесі дереу қолына сыпырғыш ұстатты. Құлағаннан саумысың? Тез шеш пимаңды, палтоңды. Шырағым-ау, қарға аунағансың ба не? Ештеңе. Баян есіктің түбіндегі орындыққа отыра кетті. Ештеңе де бітірмедім. Текке барыппын. Жасамай қойды. Тәйір-ай, қыңқ етпе. Ғайнидың даусы жарқын-жарқын шығады. Анау жаңалықты қарасаңшы сен. Ақ түйенің қарны ақтарылды. Бәсе, неше жерден тас болса да қалай төзер екен деп ойлағамын. Құдай-ау, тірі жан жас балаға шыдар ма істе? Баян ортаңғы бөлмеге шапшаңдай басып, әрең тоқтады. Есіктің әйнегінен көріп тұр. Атасы Саматты құшақтап, әуендетіп жүр ерсі қарсылы. Емірене искеп қояды. Патша бала ғой біздің, дана бала ғой біздің, алданышым, жұбанышым. Мейлі Самат-ақ болшы, Құдай жолын оңғарса, сәкендегелер күн ертең. Айналайын патшадан, айналайын Саматтан, айналайын. Үйдің ішіне сәуле жүгіріп, Баянның еңсесі биіктеді. Мерейі тасып, бал болжанған жүзінен лезде шаттық лебесті. Манағы бейтаныс әйел мен атасының ақылдасқандай-ақ сәкендегелер деген сөздерінің бірегей шыққанын жақсылыққа жорды. Тұңғыш рет келін екенін және кімнің ел жұртына беделді, жерлестерінің мақтанышына айналғанымен тентектеу атаның келіні екенін көкейіне түйді. Көлгөсір мейірімі де енді оянып, жасап үлгергеніне сенген керемет ерлігін де енді тындырған сияқты. Өзінің ана екенін де қазір ғана сезіп білдіргендей. Қайын енесіне үнсіз жымыңдайды. Қалайша қасына жақындап, көкірегіне басын сүйегенін аңғармады. Жіп жіңішке, сүйектері арбиған салалы саусақтар шашынан сипады. Иығынан ауыр жүк түсіп, тұла бойы жеңілденіп сала берді Баянның.